Ассалаумағалейкум, екі бұқа YouTube каналының тұрақты көрермендері. Видео салмағалы біраз уақыт болып қалыпты. Бүгін бір видео салайын деп қораға кішігірім шолу түсіріп жатырмын. Алдында мына жерде тұрған бұқалардың барлығы сойылды, Алматыға барып. Еттің бағасы кішкене түсіңкіреп қалды. 2250-ден кетті барлығы. Алдында 2400 солай болып тұрып еді. Ал енді қазір 2250 болып қалды. Енді қазақ бірден істесе сол нәрсе түседі. Ал енді басқа ұлттар істеген кезде ол енді керісінше көтеріліп тұрар еді. Мына бұқалар, мына жерде тұрған бұқалардың арты мына жерде бір қызыл қасқа бұқа тұрған, ол 196 килограмм берді. Арғы қатарда тұрғандардың қасқа бұқалар 256-дан, ортағы 221 килограммнан басты. Мына жақта сары бұқа тұрған, ар жағында қызыл. Олардың орнына мыналар келді. Бұларға да бір айдай болып қалды. Бір ай болды. 220 мыңнан алынды, топтым базардан. Әкеп қойып, жемге үйретіп, стартқа қойып отырмыз. Ал енді бұрыннан қалған бұқалар мына 6 ау қалды мына жерде. Анау кейінірек кірген мыналардан. Мыналар міне. Мыналар 4-ші айдың 17-сі кіргендер. Қыстай жай бағып тұрып, кейін барып кіргізгеміз. Мыналар сол 220 мыңнан келуімен солай болған танчалар. 1,5 жасқа шықты. Мыналар дайын тұр енді, бұйырса. Бір ай мөлшері деп отырмыз. Бұлар енді семіріп тұрғандары. Ал екінші сорт танча деп түсіріп жүрдім ғой қыстағы. Мен видеомды көріп жүрген кісілер болса білесіздер. Сол екінші сорт танчалар осылай болды міне. Мынау ең кішкенесі болған күзде алған кезде, қазір бұйырса ең үлкені болды. Мынауға төспеді. Мынауға қапқа. Жемнің кіріт себі бұрынғыдай негізінен өзгерген жоқ. Екі уақыт қараймыз. Жемдері біраз жатыр. Қатты алдында шашылып жатпайды жемдерде. Бұлар енді біраз кішілеу. Өсіп кетеді деген ойдамыз. Бір ай болды бұйырса. Жемге үйретіп, паразиттерді түсіріп, солай дайындадық. Енді дайын барлығына, жемге барлығына үйренді. Асқазандары қазір тәулігіне 5 килограмм жем жейді. Жем 35% жүгері, 35% арпа, 10% бидай, 14% кебек, 66% жымық. Ал енді
Мыналарға 2 ай толғаннан кейін жымықты 80%-ға, кебекті жымықты 8%-ға, кебекті 12%-ға түсіреміз. Басында кіргеннен кейін бұларға енді кішкене кебек аз көбірек берген дұрыс болады деп ойлаймыз. Екі уақыт не беріледі? Жоңышқа беріледі. Шөп алмадық, жоңышқа ғана алғанбыз. Мына жақтан стройка бастап жатырмыз. Салып, бітіріп қалдық бұйырса. Жем қора. Ұзындығы 6,5 метр. Ені 5 метр. Қанша квадрат жер. Құдығымыз мына жерде. Барлығы енді жемде, суда, барлығы жанында. Қарағанға ыңғайлы болады. Бұйырса бұл жерге жем түсіреміз енді. Біраз уақыттан кейін. Тағы біраз жұмыстар бітпей жатыр. Есігі бар. Ана қораға қарама қарсы кіріп кететін жерде. Барлығын осылай жоспарлап жасадық. Видеоны көріп, лайк басып, пікір қалдырып кетіңіздер. Әр қазақ бай қуатты болсын. Каналымызға тіркелмеген кісілер тіркеліп қойыңыздар. Алдағы уақытта тағы да видеолар салып отырамын. Таныстырып отырамын барлығын. Көптен бері біраз уақытымыз тимей каналға қарай алмай қалдық. Енді жақсы болып кететін бұқалар. Арық малдар болған. Сары жүні түспеген, жүні түсіп жатыр.